Тікелей эфирде информбюро. Қазақстандық Сәуле Қосақаева оңтүстік Кореядан шағын дәмхана ашып, кәсібін дөңгелетіп отыр. Шырайлы Шымкент деп аталатын кафеде қазақтың ұлттық тағамдары ұсынылады. Кәсіп иесі қазақтың еті мен бауырсағына кәрістері өте құмар дейді. Жалпы бұл мемлекетте қанша отандасымыз тұрады, олар қалай күн көріп жатыр? Кореяда заңсыз еңбек етіп жүрген қазақстандықтардың жағдайы қалай? Әріптесім Айдана Мейрамбайқызы Кореяға барып біліп қайтқан еді. Шымкенттік Сәуле Қосақаева көптеген қазақстандықтар сияқты оңтүстік Кореяға жоғары табыс іздеп келгендердің бірі. Бастапқыда келіншек Корей косметикасын елге тасымалдап тұрмысын жақсартуды жоспарлапты. Алайда мұндағы өзбек және қырғыздардың арнайы дәмханасын көріп, қазақтың ұлттық тағамдарын дайындайтын орын ашпақ болады. Сөйтіп, Йонсаннан Шырайлы Шымкент деген атаумен 70 адамға арналған шағын кафе ашқан. Қазір дәмханасынан дүние жүзінен келген мұсылмандар мен жергілікті кәрістерде үзілмейді екен. Олар қазақтың етімен қуырдағын, жұмсақ бауырсағын аңсап келеді дейді. Ал Сәуленің өзі шет мемлекетте жеке бизнеспен айналысу оңайға соқпағанын айтады. Салық өте үлкен, документация оңай емес, ұзақ дайындадық, оны біраз жүріп. Енді кәдімгі біздің елде қандай ережелер болса, бұл жақта да сондай, бірақ бұл жақта шамалы қаталды. Қазақстанның Корея Республикасындағы елшілігінің мәліметінше, қазір Пусан қаласында 200-ге жуық отандасымыз тұрып жатса, мына Сеул қаласындағылардың саны белгісіз. Көбі мұнда жұмыс істеуге келеді. Өйткені Кореяда табыс көзі өте жоғары. Мәселен, Қазақстанда 2 жылда жинайтын ақшаны мұнда 1 жыл ішінде табуға болады. Дегенмен бұл мемлекетте Қазақстаннан келген заңсыз еңбек мигранттарына өмір сүру оңай емес. Отандастарымыздың көбі зауыттарда ауыр еңбекке жұмылдырылады. Сәйкесінше жұмыстан жарақат алатын жағдайларда аз емес. Ал Кореяда өзге елдің азаматтарына жедел жәрдем келмейді, тегін ем де көрсетілмейді. Сондай-ақ Кореяда нәпақа табудан бөлек білім іздеп келетіндер көп. Соның бірі қарағандылық Валерий Пигайдың отбасы. Ерлі-зайыпты баламыз сапалы білім алсын деген ниетпен Пусанға көшіп келдік дейді. Учебный процесс сам. Оқу процесінің өзі мұнда қызықты. Балаларға ешқандай үй тапсырмасын бермейді. Мен Қазақстанда білім деңгейі төмен деп айтпаймын. Бірақ баламды осы жақтан оқытқанды құп көрдім. Оның үстіне Кореяға келгендерге 1 жыл бойы тілді тегін үйретеді. Айта кетсек, Қазақстан мен Корея Республикасы арасында визасыз режим бар. Яғни отандастарымыз 30 күннен аспайтын мерзімге бұл мемлекетке визасыз кіре алады. Алайда жоғары табыс іздеп барған еңбек мигранттары кәріштерінде заңсыз ұзақ уақытқа қалып қойып жатады. Сондықтан қазір Корея билігі қазақстандықтарды шекараларынан еркін өткізе бермейді. Айдана Мейрамбайқызы, Думан Сүлейменов, Информбюро, Оңтүстік Корея.